Ой, достар бар екен ба, ашулануға болмайды екен ба десей. Сыныптан келген. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. В общем, достар, көптен күткен спорт каналда екінші видеомыз. Және де бүгін бізде груд тренировкасын қалай жасайтынымыз. В целом, біздер қалай тренировать етеміз, соны көрсетеміз. Және де мен өзімнің новичоктар бар, міне осы екі астымда учениктарым. Осы учениктарды қалай тренировать ететінін көрсетемін. В общем, программа тренировкамызды көрсететін боламыз. Бүгін грудқа болады бізде тренировка. Бұлар әлі бізде бір рет көтеруге Нұрлан сияқты командке шақырамыз. Бұларды скоро соған дайындық болып жатыр десек те болады. Соған видеомыз бізде дайындықпен десек те болады, достар. Ал біз тренировкамызға қарай кеттік. Достар, бізде бірінші жаттығу жим на наклонный, то есть жим на наклонный болғанда бізде гантельдермен болады. Қазір бізде разминочный подход болады. Разминочный не үшін керек, бізде сразу үлкен салмақ алып, бір жерлерін сындырып алмау үшін разминка жасаған дұрыс сияқты. Техникаға келетін болсақ, қазір бізде дейлин техниканы көрсететін болады. Бірінші ол мостик. Вот осындай мостик. Потом жымать еткенде, достар, қол былай қарай 90 градус емес, чуть былай қарай кетеді. И осы жерден. Оп. Көріп тұрғандарыңыздай, короче. Новичоктардың бәрі келгенде бірінші ол жим-леж жасайды. Жим-леждан көрі, если грудтың объемын қаласаңыздар, бізде верх грудиді качать етіп, көбісінде қалып қоятын верх груди. Сол үшін осы жаттығу өте керемет жаттығу деп ойлаймын. Жим-лежа неэффективный деп айтып жатқан жоқпын, просто достар, если сіздер новичок болсаңыздар, тезірек өз шақшақ қаласың ба сөйлейді. Химик болсаң басы дейсің ба да. Басына келген кезде бізде мысалы дейлинде осы верх груди болмады. Давай айтып кет, өзің верх груди қалай шығарып жатсың? Бөлісіп. Әлі жоқ менде. Жоқ па? Әлі жоқ, көріп тұрсың. В общем, мынандай сеске қарасаңыздар, достар, осыны, и потом, в общем, клин барлығы на наклонный деген зат істеу керексіздер, достар. Ал, достар, бізде рабочий подход 30 килограммнан әр қолда көреміз сал. So if I'm going to play, then I'm gonna play to win it. I refuse to sit and rot at a desk all day unless I have a passion I'm working towards, okay? I'd rather be dead on the outside than inside. A bullet to the head than 25 to life in a cubicle alone, just trying to get by, building someone else's dream instead of building mine. If you're hearing me, this is meant to inspire. If you have a dream or if you have desires, a girl in your life is making you feel that fire. Fight for her man, go die for her man, 'cause you only have Еркелемей, шық залға. to prove it to yourself, so don't lose it. You got this, fam, just keep pushing on through it. One day you'll look back so glad you pursued it. Yeah, things are gonna get better real soon. Yeah, I'ma just do me. Достар, бізде қазір соңғы подход, 35 килограммен тағы бір. Қазір әдемі музыка қосу керек. Страховщик бері келіп кетсе енді. Кстати, музыка. Фонк қой, үшін фонк, былайша айтқанда фонк тыңдайын. Андай прям агрессия керек қой, мына салмақтарды көтеру үшін. Да, деп жылдам. Давай, кеттік ал. Конечно, ауыр бат, достар. 35 кило, 70 кило. Менің өзім 70 кило. Мен өзімді көтеріп жатырмын. Достар, бізде келесі жаттығу. Егер де маған грудқа тек бір ғана жаттығу істетілсе, самый лучший упражнение десе, мен осы упражнение жасайтын едім. Бұл бізде жим на наклонный деп аталады. Қазір бізде дейлин қалай істеу керек екенін көрсететін болады, достар. Грудтың үсті жағына түсіреміз, немесе асты жағына. Қалай удобно сіздерге? Негізі асты жағына түсірген дұрыс. Так. Вот примерно осы жерлерге түсіреміз, достар. Егер де иықтарыңызды ауыратын болса, кішкене нәжігейін әкелсеңіздер де жеткілікті. До конца түсірудің қажеті жоқ. В любом случае эффективный упражнение болады. Алдындағы
видеода көрсеткендей жимлеп жатағандай қолды осылай аламыз, міне осы линиядан аламыз. Да? И потом қолды көбінесе жимлеп жасағанда достар бүйтіп кетеді адамдар. Бүйтіп прям қатты керек емес, достар мына жерлеріңізде кескен нагрузка түсіп кетеді. Сосын кішкене лучше былай ұстаңыз, немесе чуть-чуть қана бұрыңыздар. Сонда мына жеріңізді сақтап қаласыз былайша айтқанда. Ал енді ұйқыдан тұру керек, мына баланы. Ержан, вставай. Кет шығар. Қазір көрсетіп өтетін боламын, достар, разминочный жасап жейік. И сол жерде көрсететін боламын. Короче, міне қолды алдыңыздар. Так, алдыңыздар. Мына штанга сіздің көзіңіздің үстінде болу керек, прям көздің үстінде, прям қараңыздар достар. Осы көздің үстінен болу керек. Прям қараған кезіңізде көзіңізден прям штанганы көру керексіздер ғой осылай. И осылай қойдыңыздар қолыңызды. Арқада мостик жасадыңыздар. Шығардыңыздар. И оп. В принципе, техника осы. А что сен не қарап тұрсың? Паразым бар ма? Бізде рабочий подходқа мен сразу өтпеймін. Надо мысалға менде рабочий подход 70 болса, одан алдын 50 істеймін. Ой, оның алдында вообще пустой грифпен істеймін 20 килограммен. Бізде 50-мен істейтін боламыз. Техника жаңа көрсеткендегідей. Қазір енді біз рабочий подходқа өтсек болады. Бізде дейлинг 40 килограммен рабочий подходын жасайтын. Шүкірім кеп тұр. Все кеттік, а? Өзім шығарып берем. Негіз осылай шығарып берсе, достар, вообще удобно болады. Тренировкаларыңыз эффективно өтуіне көмектеседі. Так, 1, 2, 3. Новичок болсаңыздар, обязательно страховочный бірге істеңіздер. Сегіз ретке бізде. 8 ретке, 8-10 ретке. Тренировочный планнан артық кетпеңіздер. Отказға всегда барудың қажеті жоқ, достар. Хотя мен всегда солай отказға барамын. Бұл негізі натурально айналысатын адамдарға вообще керек жоқ. Жоқ, мен химик емес, просто өзім сондай чокнутый адам, очёно. Yeah, let's go. I'ma make a couple stacks, do exactly what I want to. Mix a couple tracks, get a lady that I'm drawn to. Turn up to the max, get me faded till I'm gone, dude. I do what I want, couldn't stop me if you wanted to. I just work hard, yeah, harder than the rest. Some people say I'm... Ал достар, бізде 70 килограмм, менің рабочий подходым. Достар, кстати, мен сіздерге айтып кетейін, бұл жерде беріліп жатқан советтердің барлығы чисто менің өзімнің опытымнан. Если что, мен тренер емеспін, ешқандай образованием жоқ, так что менің айтқаныма сену, сенбеу өздеріңіз шешесіздер. Ал мен просто өзімнің басымда өткен, өзіме жұмыс жасаған, өзім осылай сиске шығаруға көмектескен упражненияларды айтып жатырмын. Так, кеттік, ал біз бастайық. Его авторитет был огромен. Вся питерская братва обращалась к нему не иначе, как на «вы». Қазір түр газелайдайды, дайындала беріңдер. Қанша салмақ? А? Салмақ қанша айтпадың ғой? 70 килограмм деп айттым ғой басында. Бетіме түсіп тастады уже. Кеттік, ал 1, 2, 3. Дук-дук. Сюда нахуй. Давай, кеттік, ал.
Ай, бля, кеңнің аузында сығайын. А? Достар, осымен біздің тренировкамыз бітті. Мен сіздерге қалай, в принципе, новичоктарға грудты тренировать ету керек екенін көрсеттім. Видео ұнады деген ойдамын. Скоро күтіңіздер, мына жігіттер кішкене дайындалғаннан кейін бұлардың максимумын тексеретін боламыз Нұрлан сияқты. Бекадан көп көтеріп жатыр достар. Менің максимум қанша деп ойлайсыздар, комментария жазып кетіңіздер. Ал енді сіздермен болған мен Флейс, менің қасымда Дейлин және де Айшуақ, Жыншуақ. Давайте. No, instead I hang with the people that enhance